3 мамыр күні таңертең Қостанайдың солтүстік бөлігінде КСК шағын ауданында болған ауқымды өрттен шыққан түтін алыстан көрінді. Қала әкімдігінің мәліметінше, өрт Қобыланды Батыр көшесінде орналасқан аумағы 400 метрді құрайтын қараусыз қалған ғимаратта шыққан. Болжам бойынша онда макулатура сақталған. Оқиға орнында қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін электр және газбен қамту қызметінің жедел топтар жұмылдырылды. Сондай-ақ Қостанай су коммуналдық кәсіпорны 2 су таситын көлік жіберді. Өртті сөндіруге облыстық төтенше жағдайлар департаментінен 7 бірлік техника мен жеке құрамның 30 адамы жіберілді. Нәтижесінде өрт 2 сағаттың ішінде ауыздықталды. Ешкім зардап шеккен жоқ. Бұл оқиғадан бір күн бұрын Орджоникидзе көшесіндегі жеке тұрғын үй ауласында өрт шыққан болатын. Онда шаруашылық ғимараты өртке оранды. Өрт сөндірушілер оттың көрші ғимараттарға таралмауын уақытылы алдын алды. Төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше, өрт қоқыс пен қураған ағаштың жануынан шыққан. Оқиға негізінде құқық бұзушы әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Ал Қарабалық ауданында кәріз желілеріне қызмет көрсететін 2 ер адам улы түтіннің әсерінен септикке түсіп шыға алмай қалған. Жедел жеткен құтқарушылар баспалдақ арқылы зардап шеккендерді сыртқа шығарып, дәрігерлерге тапсырды. Ал Қостанайда Майлин мен Пушкин көшелерінің қиылысында 2 көлік соқтығысып, жолаушылар мен жүргізушілерге медициналық көмек көрсетілді. Ал Қостанайда Майлин мен Пушкин көшелерінің қиылысында 2 көлік соқтығысып, жолаушылар мен жүргізушілерге медициналық көмек керек болды. 2 мамыр күні Қостанай қаласы Пушкина Майлина көшесінің қиылысында Chevrolet Cobalt және Lada Granta автокөлігінің қатысуымен жол көлік оқиғасы орын алды. Оқиға салдарынан 2 адам түрлі дене жарақаттарын алды. Оқиға орнында қазір барлық мән-жайлар анықталуда. Полицейлердің мәліметінше, бір апта ішінде Қостанайлық полиция қызметкерлері 3000-нан астам жол ережесін бұзу фактісін анықтап, оның ішінде мас күйінде көлік жүргізген 32 жүргізуші ұсталған.